Бүгін Алматының биылғы бюджеті қайта нақтыланды. Белгілі болғандай, қаражат 3,6 миллиард теңгеге азайып, 2 триллион 508,4 миллиард теңгеге тұрақтады. Қалалық мәслихаттың кезектен тыс 35-ші сессиясында депутаттар осындай тоқтамға келді. Сондай-ақ кездесуде әлеуметтік салаға қосымша 66,1 миллиард теңге бөлінген айтылды. Мәселен, білім беру бағытындағы жобаларды жүзеге асыру үшін 41,2 миллиард теңге жұмсалмақ. Қаржының басым бөлігі қауіпсіздікті нығайтуға бағытталады дейді жауаптылар. Одан бөлек жиында спорт және денсаулық саласында да оң өзгерістердің бары жеткізілді. Сонымен қатар біз қауіпсіздік мәселесінде көңіл бөліп отырмыз. Соның ішінде мынау ДЧС-ға 4 тез соғылатын комплекстерді соғу мәселесі де қарастырылып жатыр. Ондай комплекс соғылған білесіздер, Астана қаласында президенттің қатысуымен ашылған болатын. Енді Алматы қаласында да 4 комплекс соғу қарастырылып жатыр. Оның құрылысы 3 айға дейін уақыт алады. Басқосуда басқарма басшылары мәслихат депутаттарының сауалына жауап беріп, бюджет қаражаты нақты қайсыға жұмсалатынында сөз етті. Мысалға, енді бірыңғай форматта саябақтар мен өзен жағалауларын абаттандырып, тазартуға үлес қосатын Жасыл Алматы коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 4,9 миллиард теңге бөлінбек. Ал одан бөлек жиында медициналық орталықтарға цифрлық жүйелерді енгізу жайы сөз болды. Қала бюджетінің қадағаланып, жоспарға енгізілген жобалардың құрылысын созбай, келер жылдың наурыз айынан бастау қажеттігі де айтылды. Жалпы биылғы жылғы Алматы қаласының бюджеті 2,5 триллион теңге. Біздің еліміздегі ең үлкен бюджеттердің бірі. Сондықтан да Алматы қаласының 42 депутатына бұл қаржыны қадағалаудың үлкен жауапкершілігі жүктелген. Сонымен қатар мәслихаттың ішкі мәселелері де қарастырылады. Бұл жерде кейбір депутаттардың өкілеттілігінің тоқтатылуы, жаңа депутаттардың енуі болады.